Экономиканы қолдану жолдарын білгісі келетін достар, армысыздар. Біз бірінші сабағымызда экономиканың материалдық жағдайды жақсартуға мүмкіндік беретін қызмет түрі екенін түсіндік. Экономика бізді азық-түлік, киім-кешек, үй-жаймен қоса басқа да дүниелермен қамтамасыз етеді. Біз өткен сабақты еске түсіріп жатқанда, сіздер дәптерлеріңізді дайындап үлгерген шығарсыздар. Ендеше бастаймыз. Экономиканың негізі тауар өндіру. Әрине, бұл логикалық тұрғыдан түсінікті. Себебі өндіріссіз саудада, айырбаста, тұтынуда болмас еді. Өндіріске табиғи, жасанды және еңбек ресурстары керек. Ресурстар шектеулі екені естеріңізде болар. Сондықтан оларды аса тиімді жолмен пайдаланған дұрыс. Ресурстарды сатып алу үшін несие немесе меншікті қаражат керек. Материалдық ресурстарды, шикізатты әртүрлі жабдықтаушылардан алуға болады. Неғұрлым алыс жабдықтаушыдан алатын болса, онда ол көлік шығындары қосылады да, материалдық ресурстар қымбаттай береді. Сондықтан шаруашылық байланыстарды дұрыс құра білу ол кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуіне көмектеседі. Жалпы өндіріс дегеніміз қандай да бір материалды дайындау немесе өсіру. Онымен қоса, адамдардың қалтасы көтеретін түрлі қызметтер ұсыну да экономика саласындағы өндіріс ұғымына кіреді. Мен өндірушімін. Жалпы жиындарда, концерттерде, тойларда ән салам, сол үшін халық маған қаражат төлеуге дайын. Енді тұтынушылыққа тоқталайық. Бұл дегеніміз өз қажеттілігін өтеу үшін қызметтер мен тауарларды пайдалану. Тұтынушылық тауарлар ұзақ және қысқа мерзімді пайдалануға арналған болып, екіге бөлінеді. Ұзақ мерзімді тауарларды өндіру тиімсіз болып келеді. Мысалы ретінде алатын болсақ, өндірушілер көбінде ұзақ мерзімді қызмет ететін электр лампаларын жасауға мүдделі емес, қысқа мерзімде тез жанып кететін электр лампочкаларын жасауға мүдделі. Өйткені одан жаңағы тұтынушылар электр лампаларын тезірек ауыстырып отырса, онда ол өндірушіге көбірек пайда әкеледі. Айырбас. Тауардың өтімділігін арттыру жолында өндірушіден тұтынушыға дейінгі күрделі жүйе. Оған тасымал, несиелеу, сақтандыру, жарнама, көтерме не жеке сауда, басқа да түрлі қызметтер жатады. Өндірілген өнім әрбір өндірушіден оның тұтынушына жеткізілуі тиіс. Тауарды өндірушіден тұтынушыға жеткізу арнасын ол айырбас арналары деп атайды. Оған көбінде әртүрлі сауда орындары, көтерме сауда, бөлшек сауда орындары, содан кейін қоймалар, тағы басқалар жатады. Олар кәдімгі тұтынушы мен өндірушінің арасындағы байланыс құралдары болып табылады. Ресурстарды үлестіру, өндіріс мәселелерінің шешілуі және айырбас үдерістерін басқаруға байланысты экономика жүйесінің түрлері дәстүрлі экономикаға негізделеді. Ол өмірлік салттың тұрақтылығына, сонымен қатар нені өндіру және бөлу керек деген сұрақтарға жауап береді. Экономиканың әртүрлі жүйелері типтері болады. Ол дәстүрлі экономика, нарықтық экономика, әкімшіл әміршіл жүйе, экономикалық жүйе, осындай жүйелер болады. Мына жаңағы дәстүрлі экономикасы нашар дамыған Азия мен Африканың елдерінде, оңтүстік Американың елдерінде бар. Бұл дәстүрлі экономика артта қалған технологияларға негізделген. Бұндай экономикада мемлекеттің рөлі өте жоғары болады. Өйткені отандық капиталға көмек беруге үнемі мүдделі болады мемлекет. Нарықтық экономика. Ол жекеменшік ресурстар және белгілі жүйенің болуымен ерекшеленеді. Нарықтық экономика туралы алдағы сабақтарымызда толығырақ әңгімелейміз. Әзірге әңгімеміздің нысаны әміршілдік экономика. Әкімшіл әміршіл экономика ол бұрынғы социалистік елдерде болған. Бұл экономика көбінде ғылыми техникалық революцияның жетістіктерін өндіріске енгізе алмағандықтан 90-шы жылдардың басында бұл жүйе кетіп, оның орнына нарықтық экономикасы жүйесі дами бастады. Ал енді соңғысы аралас экономика. Дамыған елдердің экономикалық жүйелерінде нарықтық экономиканың да, әміршілдік экономиканың да белгілері байқалады. Бұл бір экономикалық жүйенің артықшылығын толық пайдалануға немесе оның
кем тұстарын экономикалық жүйелердің басқа түрлеріндегі белгілермен толықтыруға мүмкіндік береді. Мемлекет деңгейіндегі экономика әдетте шетелден сатып алу керек пе, немесе өзіміз өндіргеніміз дұрыс па деген сұраққа жауап беруге мәжбүр болады. Шетелден бір нәрсе алу үшін сол шетелге бір нәрсе сату керек. Экономистер айтқандай, халықаралық сауда болмайды. Бұл халықаралық айырбас, және ол баламалы болуға тиісті. Жалпы импортты тауар алуды армандамас бұрын, оның орнына нені экспорттау қажет екенін анықтап алу керек. Адамдар өздерінің экономикалық әрекетін ұйымдастыра отырып, қажетті игіліктер мен қызметтерді мақсат етеді. Бұл мақсаттарға жету үшін жұмыс күші қажет. Ол күш еңбек үдерісі барысында өндіріс құрал-жабдықтарын пайдаланушылар, яғни сіз бен біз. Материалдық өндірісте өндіріс құралдары деген ұғым бар. Ол өндіріс құралдары еңбек құралдарынан және еңбек заттарынан тұрады. Өндіріс құралдары жұмыс күшімен біріккен кезде сөйтіп еңбек үрдісі жалғасады да, сөйтіп өнімдер өндіріле бастайды, материалдық өндіріс. Өндіріс құрал-жабдықтары мен жұмыс күшінің жиынтығын қоғамның өндіріс күші деп атайды. Өндіріс күштері өндіру дағдылары бар және материалдық игіліктер өндірісін, өндіріс үдерісінің технологиясы мен ұйымдастырылуын жүзеге асырушы адамдар. Адамға қажет барлық игіліктер мен қызметтердің жиыны экономиканың екі саласында жасалады. Советтік экономикалық теорияда бұрын қоғамдық өндіріс екі үлкен сферадан тұратын болды. Бірі материалдық өндіріс, екіншісі материалдық емес өндіріс. Материалдық өндіріске көбінде ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, құрылыс, транспорт, тағы басқа салалар жатты. Ал материалдық емес өндіріске ол білім беру саласы, денсаулық сақтау, ғылым және тағы басқа коммуналдық тұрғын үй шаруашылығы, сауда, тағы басқалар жатты. Ол экономикалық теорияда былай деп келді. Мынау экономикадағы ұлттық табысты жалпы ішкі өнімнің құнын тек қана материалдық өндіріс жасайды деп келді. Ал материалдық емес өндірісте құн тудырылмайды. Сондықтан құн тудырылмағандықтан бұл салалар былай айтқанда өндіргіштік салаларға жатпайды деп келді. Соған байланысты басты назарды материалдық өндіріске аударды. Ал енді шетелдерде дамыған, экономикасы дамыған индустриалды елдерде ең алдымен ой еңбегі, жаңағы ғылым, білім салалары, әлеуметтік салаларды олар кәдімгідей ұлттық табысты және жалпы ішкі өнімді жасайтын салалар деп келді, оларға көбірек көңіл бөлінді. Материалдық өндіріс барысында қолданылатын техника мен технология маңызды рөл атқарады. Экономика тарихында өндіріс саласы бойынша жалпы 3 революция болған. Бірінші техникалық төңкеріс адамзаттың еңбек құралдарын ойлап табуымен байланысты болды. Алғашқы еңбек құралдары ол тастан кейін қола дәуірі, содан кейін темір дәуірі болды. Темір дәуірінде темірден жасалған бұйымдар келіп, ол кәдімгі еңбек өнімділігін, адамның кәдімгі өндіргіш күштерін қатты дамытты. Екінші революция өнеркәсіптік. Ол 18 ғасырдың екінші жартысынан бастап 19 ғасырдың 60 жылдарына дейін жалғасты. Бұл революцияның негізгі мәні қол еңбегінен машиналық өндіріске өту еді. Содан бері өндірістің негізгі саласы машина жасау болды. Бірақ өнеркәсіптік экономиканың жетістіктері дамыған елдердің барлық қажеттілігін өтеуге шамасы келмейді. Бұл мәселе 20 ғасырдың 40 жылдарында болған ғылыми техникалық революция негізінде шешілді. Ғылыми техникалық революцияның қазіргі заманғы бағыттары ол енді өндірісті автоматтандыру, өндіріс электрондық жүйеге көше бастады. Бұл энергия көздерінде де қатты өзгерістер тудырды. Атом энергиясына, ядролық энергияларға, космостық технологияларды пайдалануға байланысты адамзаттың еңбек өнімділігі, тауар өндірісінің өсуі үлкен дәрежелерге жетті. Осы революция нәтижесінде өндірістік постиндустриалды сатысы мен ақпараттық қоғамға өту жүзеге асты.
Қазір еңбекке қабілетті халықтың 50%-дан 70%-ға дейінгі бөлігі жұмыс жасайтын қызмет көрсету саласы қарыштап даму үстінде. Экономика қандай болса да, тұрмыстық жағдайды жақсартумен қоса өндіру, тұтыну, айырбас және игіліктерді бөлу үдерістерін қадағалауға міндетті. Бүгінгі таңда көптеген елдердің экономикасы нарықтық болып келеді, бірақ оны мемлекет басқарып отырады және қоғамдық қажеттіліктерге бағытталуына мүмкіндік береді. Бүгінге бітті достар. Үшінші сабақта жолыққанша сау болыңыздар.